Қайырлы таң, біз хостелде ояндық. Түнде хостелді көрсетемін дедім, онымен сондай шаршап келген шамамыз келмей қалды. Бірден жатып қалдық. Енді ұйқыдан тұрып, Киевтің уақытымен сағат 10. Қазір жуынып шайынып алып, енді қалаға беттеп, қаланы аралап, ең бірінші валютный центрге барып, ақшамызды айырбастауымыз қажет. Кеше аэропортта біраз ақшаға желіп қалдық. Бүгін ондайды қайталамаймыз. Солай ма, досым? Дайындалып жатыр. Осындай хостел. Неше адамдық бұны? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 адамдық, е? 8 адамдық хостел дейміз. Тамаша. Тап-таза іші. Бірақ мына астының барлығы кеше бос болды, е? Бірақ бізге бос емес деді. Бірақ мына жақта ұйықтады тек бір адам, е? Мына жерде. Бәсе. Мүмкін келемізде фильм болған жоқ. Жалпы осындай хостел. Қазір сыртқа шығамыз. Сосын әрмен қарай қаламен таныстырып. Міне. Қандай әдемі көрініс. Киев қаласы жалпы Ресей қалаларына ұқсайды. Москва, Санкт-Петербург деген сияқты. Кезіндегі КСРО-ның құрамындағы қалалардың барлығы бір-біріне ұқсайды, е? Еуропада емес, КСРО-на Ресейде жүрген сияқты. Мен КСРО дегеннің орысшасын білмеймін, өйткені мен қазақстандықпын. Қазақша ойнап айтамын, я дұрыс қой. СССР ғой. Қазақша қалай болады? КСРО. Кеңестік социалистік хостелімізден осындай тамаша көрініс. Балконның қазақшасы қылтима дейді, бірақ аудармасы маған ұнамайды. Самалдық деген аудармасы сәйкес келетін сияқты. Самалдап, ауа жұтып тұрасың. Бұйырса қазір шығып осы жаққа қарай жүреміз. Валютный центр бар, орталығы бар. Қала салқындау екен. Шамамен -5 градус, бірақ ылғалды қала болғасын өте суық болып көрінеді, және жел бар. Хостелден шыққан бойда аммен валют бар екен. Енді келісе алмай жатыр. Қалай болатын? 20 копейкасы, 25 копейкасы. Олардың үстіне көріп тұрған пайдасы. Түсіп тұрсың ба? Олар бізден арзан қалады. В общем, сөйдейді осы. Финансистер тыңдасың ба шамалы? Юристы финансистер. Енді рубль міне 36 теңгеден алады. 38 теңге сатады саған. Естиміз енді, осы жерден қарастырамыз ба, или алға жүріп қайтамыз ба? Алға жүрейік, көрейік, осыны жаттап алдық қой. Если что, қайтып келерміз ба? Иә. Далан арман шақты да бұл жерде? Жаңа шыққасың ғой. Шақты ба? Иә. Сәлем, Украинадан, Киевтен. Машиналар біз сияқты да бұл? Байқайсың ба, российский машиналар аз, иә? Русучет машина жоқ қой жақты? Жоқ, Русучеттен бұрын жаңағыдай. Советский машиналар. Сосын Камри жоқ, иә? Тұр ғой Камри, американ шеті. Ну, редко. Такси. Редко. Камримен такси алып жүрді ма? Біздің қазақтар үшін Камри аздап далада қар жауған екен. Кеше біз түскенде ең бірінші жаңбыр жауып тұр. Ана жер түсір. Күшті екен да? Ойыншықтар сата алмай походу да? Иә, ойыншықтар. Детский кафе ма анау үйде? Шректегі не сияқты пряниктің сөзден сақ қойған. Фиона қайда екен, Фиона? Фиона ішінде болса шелек екеуі.
Метроград дейді. Ау. Жердің астын магазиндер ашып тастаған ба? Біз қай жерде тұрдық қазір? Міне. Яғни тіке жүрсек жетеміз мына жаққа. Біз мына жаққа келіп тұрдық қой. Жер асты жолдарында осындай магазиндер ашып тастаған. Кафе, ресторан. Арнайы үй салып, кафе салып қажет жоқ. Жердің астында арендасын төлеп, жұмыстар жасай береді. Тәуелсіздік алаңына жүріп бара жатырмыз. Сол жерде митингке шыққысы келетін болса, адамдар шығып өздерінің пікірлерін айтып, үлкен көтерілістерге шығады. Сол жерден халық өзінің талабын үкіметке орындатады. Тәуелсіздік майданы талай қанды көтерілістер болған. Бұл жақта жақсы жері кафе, ресторандардың менюі есіктің алдында тұрады. Ішке кіріп ценасын қарамайсың, сыртынан келіп қарап кетесің. Ұнамаса әрмен қарай жүре бересің. Ұнаса қалып демалу істейсің. Не істейміз? Қарадың ба? Не деп тұр? Түсініксіз украинский тұр. Жаңа ағылшынша тұрғанда түсініп едік. Грузинский кафеге келдік енді. Бұл жақтың ценаларын қарап жатырмыз. Дала өте салқын. Қоңып жүрміз. Не бар? Жейтін бірдеңе бар болса болды бізге. 139 гривен. Грузинский кафеге келіп тамақтанып алдық. Дала салқын. Тоңғанымызды басып, әлденіп, күшімізді жинап алдық. Енді әлмен қарай Киев қаласын аралауды жалғастырамыз. Жаңа ақшамызды айырбастадық. Көрсетейін сіздерге гривендерді. Гривен, украинский. 100 гривен осындай болады. 10 гривен. Кімнің суреті тұр ма жер? Және 200 гривен. Кімді танымды сол? Комментарий жазып жүрсің? Иә, сөйтіңіздер кімді танып жатсыздар мына жерде? Мынау Шевченко екен. Әйгілі адамдарды жазған. Әйгілі адамдарды қойған шығар бұл жерлерге елді. Солай достар, ендеше біз жалғастырамыз. Бізбен болыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Достар, міне тамақтанып алып шықтық. Қазір әрмен қарай жүреміз. Біздің негізгі жолымыз тіке. Көтерілеміз де. Вот так пойдешь, 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 пойдешь. Потом резкий пойдешь, 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 пойдешь. Потом умрет, потом трасса. Умрет деген не ол? Мазар, потом степной, потом Таволин, потом Киров такой. Үйлер бар, әр түрлі түсті. Сол жерге барып суретке түсіп, сіздерге тамаша кадрлар көрсететін боламыз. Одан кейін тауға шығамыз. Жаңадан салынған мост бар, сол мостпен жүреміз. Мына жерде қыздар шылым шегіп тұр. Бірақ оған мән бермейміз. Өздерінше ұялып қояды еще. Ұялатын болса, бұл жерде неге темекі шегеді деген сұрақ туындайды бұл жерде. Айта кетейік, бүгінгі
Украина еліне келген себебіміздің бірі осы Нұрым деген досым бар, менің соның әйеліне лазерлік коррекция жасатқалы жатырмыз. Соған қастарына серік болып мен келдім. Ләззат Мә, ләззат бар екен. мына жақтан ләззат деген халал еще шаурма, бургер, кебап тауып алдық. Ләззаттарда Қазақстандағы аппетитші көріп. Иә. Ләззат дейтін оқырмандарымыз болса, өздеріңізді белгілеп кетіңіздер. Сіздер үшін мына жақтан керемет осындай фастфуд ашып қойыпты, халал. Тәуелсіздік алаңына келсеңіздер тауып аласыздар. Тауға қарай шығып келе жатқасын ентігіп қалдық. Дала салқындау. Екі бас киім киіп алдым. Өйткені бір бас киімнен жерінен су өтіп кетеді екен. Неге екі бас киім киіп алдың деп комментария жазып алыңыздар, бірден айтайын. Сен неменеге дең дұрыс па? Екі костюм киіп аласың? А? Екі костюм емес қой? Сыртында как плащ қой. Сыртында как плащевка ғой. Как плащ. Бас аман болу керек. Бас аман болса, қалғанның барлығы болады. Басымызды суықтан сақтау керек. Қай жаққа? Сағаттар сатып тұр, құлақшындар сатып тұр жолдың бойында. Баяғы кездің заттары ғой. Антиквариат, сенде біздің антиквариат? Нұрым атасының. Мына жерден брелоктар алып алуға болады екен. Магнит. Қымбатына жер. Мынадан арзан таба алмайсың ау. Табасын. Кезіндегі өз елінің тарихтары, ұшқыштар туралы. Және противогаз не үшін екен? Соғыс жылдарындағы заттар мына. Барлығы. Екінші дүниежүзілік соғыс. Мынау таптырмас тарихи заттар ғой. Бір білгенім, бұл жақта тарихи, көне ескі заманғы заттары өте жақсы, құнды бағаланады. Ол барлық елдерде сондай. Бұл тарих. Біз тарихымызбен мақтанамыз. Тек тарихымызбен мақтанып қана қоймай, біз сол тарихты мақтанып айтып тұратын болашақ жасау керек бізді. Достар, влог ұнап жатса, үлгіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. 3-ші бөлім көп күттірмей шығады. Жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар.